дәрменнен наспай шақшап келбір. Ауылдағы көкелеріміздің әңгімесі. Горилла дегенді ішпеңдер, зиян дейді. Горилла болып кетесің дейді. Мен сол бір қалаларыңа барғым келмейді мен. Қалаға барсам болды, мен жүрегім қысылады. Ауасы жоқ па, бір демалып шығамайды. Шу, қалай ұйықтайтын, қалай демалады. Ауылға кел, жат, қымыраңды ше. Дәрменнің үйінде қырғын төбелес болған, гәп болған дейді ғой. Қан жоса болып төбелес. Көке, аумен көке. Қан жоса болып төбелес. Үйдегі ана бала телефонда бірдеңе көріп отыр жаңағы. Өйтіп қарасам біреу еріленді бүйтіп билеп жатыр. Мынау не мынауың дедім. Тикток қой дейді. Айттым, ми жоқтар түсірем ау немене дедім. Ана білмеймін, бірдеңе істеп жатыр айтты. Маймыл ұқсап. Бәлең бар осы арақтан басталады ғой негізі. Кез келген жаңағы төбелесіңнің де барлығында осы арақ бар. Соны біле тұрып ішеміз, құйық. Ауылдағы көкен ғой. Документке түрке созаңшы, 3-4 сурет қой дәмі. Маған ба? Әдейм болып созаңшы. Анау Наталья дегендер тындырғандай. Болды ма? Жаңбыр жауып зор болып қалды, жер көгеріп қалатын болды, Жаңбыр, неге жалғыз деп қоясың? Анау малға жем бердіңдер ма? Жоқ, бермедік. Осы сендерге тамақ бермей қойғаш, жалмаңдап кетесіңдер ғой, жалмаңдап. Сосын ана маскың тағып алай. Ауылда жүр қандай маска? Ауылда жүрмейді ғой ауру, Қаладағылардың барлығын періп жатыр екен. Не періп жатыр? Ауру, қырып жатыр. Киіп ал. Зияны жоқ қой, қораға барсаң да киіп жүр. Бізде де маска жоқ. Бізге Ауылдағы көкен. Бала, магазинге барып қайт. Темекі аласың, соберен ал. Одан ар жағында өзіңе керегін бірдеңесін ал. Жарай ма? Болды. Не аласың? Айт. Бір темекі алам, бір соберен алам. Болмайды. Екеуі бір нәрсе. Соберен беріңізші, темекі дейсің. Ана сымыңыз, тіліңізбен бірге айырылып жатыр ғой. Батыр шай. Көке анау, балаларыңыз өзіңізден аунымай деген. Сомнение жоқ қой біздігінде. Бар, кет бар, сабағыңды оқы. Шешің біліп қоймасына.